Мына байланысты сіздер бастап біз бастап жүрген егер байланыстырып алсақ, алтын көпір болсақ, сондай бір кішкене нәрсе ойлаймын. Шынында біз оларға біз жұмбақпыз, егер қанша біз жақсы білеміз, олар да жұмбақ, біз ішкі жан дүниесін оларды біле бермейміз. Сондықтан да бұған бір жақсы білетін адамдар тарту керек жақсы. Халығын қоғамдық бірлестер одағы деп айтып қалдыңыздар ғой. Сол одақтың енді жұмысымен байланыстырып бір кішкентай бір жобам бар еді. Соны айтқым келіп отыр. Мысалы, ел мен елді байланыстыратын жаңағы ақпарат құралдары бар. Соның ішіндегі ең соңғы жетістіктер жаңағы интернет. Сол интернетте біз жаңағы интернет телевидение бағытында жаңағы сайт ашылды. Қазір осы біздің істеп жатқан жұмыстарымыздың бәрі жаңағы халық үні дейтін ішінде бір сілтемесі бар. Сол халық үнінде топтамада барлық іс-шаралардың сол жерде жинақталып жатыр. Аллазар қолдау қорының өзінің бір сілтемесі бар. Қазақ елі халықтық бейнелі энциклопедия деп сайт аштым. Осы 2,5 ай болды. Сонда былтырдан бергі материалдардың бәрі соның ішіне салдым. Кез келген жиналыстың материалдары, көрнекті тұлғалы азаматтардың сөздері бәрі сөйге кіргізілді. Енді мына осы алдағы жұмысқа байланысты айтайын деп отырғаным, сол Египет мәдени орталығымен бірлесіп істелген жұмыстардың бәрін соған салуға мен мүмкіндігім бар. Одан кейін олардың жаңағы елшілігінің істеп жатқаны, өшірдегі кәсіпкерлерінің мәдени салада атқарып жатқан істерін, осы Қазақстандағы істерін сол сайтқа беру арқылы жаңағы мәдениетіміз байланыстырады. Сол жобаны ұсынып көрейін мен. Сенің бұл істеп жатқан жоба. Өте жақсы, олар қызығады. Иә, мынау кішкентай ғана жоба, онша көп қаражат талап етпейді, барлығы істеліп жатыр. Тек қана енді дер кезінде жаңағы бейнелі информация беріп тұратын мүмкіндіктерін тапса, соның бәрін салып тұрады. Тілдік жағынан бір нені тапсақ? Берді, тілдік жағынан дегенде мына негізінен қазақ тілінде болады. Себебі кез келген елшілік өзі барған елдің тілін үйренеді ғой. Тілшілері бар, оны аударып ешқандай қиындық етпейді. Берді бейнелі ақпарат болғаннан кейін бәріне түсінікті. Тіл білмесе де болып жатқан шараларды көзімен көріп, олардың жаңағы шараларын біз көреміз, біздікін олар көреді. Осындай бір ұсынғым келіп тұр. Бұның түп тамыры тарих қой, ол ежел дәуірден бір уақытта мысалы арабтардан бері қарайтын, содан соң парсылар, ол бір уақытта түріктер бәрін басқарды әр жағында. Айтып отырған 400 жылдан не болып отырған сол түрік Осман империясы сол бәрі басқарған, соның бәрі мінез құлқыды, олардың психология бәрі бізге жақын болып кеткен сол. Енді содан бергі айтып отырған сонша жаңа бойы болды, батырлар болды. Оларға ештеңе керек жоқ. Сол архивте сол тұрып жатыр. Мына жақтан бірен саранадан барып, кешеге барып көмекті осы өткен жылы айтып отыр. Адамдар посольство сол жерде балдар айтып отыр, студенттер. Көмек деген біреу келді дейді, айтты. Содан дейді, біздер материал жинап беріп алып кетті. Мысалы, ол алып берген алып кетті. Ал оны ешкім отырған жоқ. Оған айлап отыру керек. Соның үшін мына жақта тіл білетін, не білетін біреулерді егер ана жақта өздеріне алса, айлап жіберсе, архивте отырса, ол Түркияға ойланысты, Қазақстанға ойланысты, Өзбекстанға ойланысты, қандай осы түркілесектен барған ана жерден баяғы ғұламалар бір үлкен нелер бар, соның бәрін түсіріп алып келсе, мына жақта соны қайтадан абырой қойсақ, содан бұдан кітап шығарып, анализ беріп отыр. Сосын соны ол тілге де аударып болады, мына жаққа аударып болады. Бұл уже тамыры не болады, ең байланыстың несі, түр болады. Бұл үлкен программа болды. Бірақ бұл жерде 20 ғасырдың басындағы тарихтың көп мәселелерде анау Каир университетінде Каирдің артында жатыр. Мен бұл туралы жаздым. 1909 жылы Каир университетінің заң факультетін Ғабдулғазиз Мұсағарев деген азамат бітірген. Мен докторский досын жазым зерттедім. Алашорданың крупный деятелі. Батыста крупный деятелі болды. Дұрыстық жол деген газет шығарды. Уран деген газет шығарды. Оралда, Ордадан шыққан. Мен осыны зерттеп жаздым. Мына жерде бұл Каир университетінің түлегі болған. Каир университетінің түлегі бола тұрып, сол бүкіл жаңағы Каирдің мәдениетін, тілін, ділін, арабтың мәдениетін осы қазаққа салып тұрды. Исламды таратқан. Міне, осы неге жеткен бізге? Менің тыңдайын деп отырғаным Болатбек жаным. Сен радионы басқарып отырған азаматсың ғой. Радио деген қазір біздің ауылдың тыңдайтын радио. Өзі газетте бар мен түстеме, сол радио тыңдап отыр. Міне сен өзің
міндетті түрде бүкіл жаңағы ең терең ауылда жатқан адамдармен байланыс жасаттыратын сенсің. Сондықтан өзің сен қандай ой ойлап отырсың, соны айтсаң. Енді ол кісілердің жалпы мақсаты да ойы да сол мәдени байланыстар ғой. Сол. Мәдени ақпараттық байланыс деген сияқты. Сол біздің енді мынау Шалқар радиосы тек қана қазақ тілінде хабар тарататын радио. Қазақстандағы ең бір жаңағы мемлекеттік тілде хабар тарататын бір ғана арна ғой. Жалпы олармен біз қандай байланыс орната аламыз? Келесің өзің. Біз өзіміздің ойларымызды айтамыз жаңағы. Программаңда онда бізде интернет бар, газет бар, радио бар, Құдайға шүкір. Марат, Мысыр туралы біраз хабар мен өзіме осы мәміле жағын алайын. Мына Мысыр мәдени орталығымен бағана Ахмет бей айтып өткендей, мына бір аптасы өзгеріп, келесі күнде осы жұмысымыз тоқталып қалмас үшін біз кәдімгідей келісім шартпен мәмілемен істеуіміз керек. Сол жақтарын Мұхаммедпен, Аттасенің өзінің сол жұмысты өзім алайын. Онда бұлай, әңгімеміз өте баянды болды. Мен сіздерден жалғыз өтінерім, осы саланы кеше ақылдаса отырып, мен мына Қайролла мен Маратқа тапсырып. Ол әркім келіп нетпей, осы екі кісі жауап берсін деп. Дұрыс па? Дұрыс. Ал онда алды жарылпасын.